саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге тілегімізді айтайық. Осы қазір отырғанда 3 топта отыр екенбіз. Енді сол топ мүшелерінің ішінен тілек айтуға кім айтады? Тілекті айтаға Альфия. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Тағы келесі топтан айтатын бар ма оқушылар? Оқушылар, бүгін жақсы оқуымызға және жақсы бітіруге сәттілік тілеймін. Жақсы, келесі топтан айтатындар бар ма? Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің күнімізге сәттілік тілеймін. Жақсы тапсырып шығайық. Жақсы оқушылар, ендеше біздер бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын өткен сабаққа қайталауды еске түсіріп жіберейік. Қандай тақырып өтіледік балалар? Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе тексеру және салыстыру деген. Осы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы тақырып ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу және оларды салыстыру. Сабағымыздың мақсаты ондық бөлшектерді салыстыру тәсілдерін білу, өзара тең ондық бөлшектерді анықтау және разрядтары бойынша санды жіктеуді түсіну. Ондық бөлшектерді разрядтары бойынша және координаталық сәуледе салыстыру. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты балалар. Енді біздер сабағымызды әуелі қайталаудан бастайық. Кім мына экранда көріп отырған тапсырманың жауабын кім айта алады? Кім жазады? Шапшаңдатып тақтаға жаза қояйық, қалса шапшаңдатайық, одан кейінгі оқи ғой, бірінші бөлшегін жазды, оқып айта алады. Шапшаңдатып. Айтып отырайық. Жауабы 0,12. Отыра ғой. Келесі 103 дегенің ернің жауабын айта қояйық, шапшаң жаза қояйық. Балалар, бәрімізден сабаққа қатысып отырамыз. 0,103 дейді. Альфия келе ғой келесіге. Келесі, менде оқи қойшы бөлшегімді. Келесі бөлшегім 134, ал оның ондық бөлшектерде қалай жазамыз екен? Одан кейінгіге келдана келе ғой. Шапшаңдатай оқушылар. Оқи ғой келесі бөлшегімді. Келесі бөлшегім. 0,10. Сен де әуелі айтамыз. Әуелі оқи ғой. Енді ол жазғанда 0,17 деп жазылады екен. Жарайды, жақсы. Ең соңғы қалды. Келе ғой Айгүл. Айгүл, сен бөлшегіңді оқи ғой. Қай бөлшек? Мыңнан 10. Оны ондық бөлшектерде жазғанда ал жаза ғой. Жарайды, жақсы оқушылар. Дұрыс қой, ал жақсы отырамыз. Әрмен қарай оқушылар. Енді қайталаудың келесі тапсырмасына назар аударыңдар. Ал кім оқиды, оны кім жазады? Ернұр, шапшаңдатамыз балалар. Оқи ғой. 0,10. Қасына бар, жаза бере ғой. Келесі 0,17 дейді. Келесінің кім оқиды таусар? 10,123. Жазамыз 0,10,123 дегенді. Одан кейінгіні дана. Оқи ғой. Бысы. 2,123. 2,123 дейді ғой, жаза ғой. Келесі Альфия. Оқи ғой. 0,145. 0,1000. Кім дана дұрыс жаздық па? 2,123 деп тұр. Сен? 2,123 деп тұр. Альфия 0,1045. Келесі Айгүл. Оқи ғой. 2,196. 2,196. Жақсы балалар, біздер ондық бөлшектерді салыстыруды үйрендік, солай ма? Ендеше мына алдарында тұрған тапсырмаларға тек қол көтеріп, қай санның көп екендігін айтайық. Ернұр бастай ғой. Айта ғой кім Ернұр. 15,79. 2,9. Үлкен. Дұрыс па, оны дұрыс екен. Келесін кім айтады, қай оқушы?
Шапшаң айтар, Алфия, толық айтармыз, толық. 37,926, үлкен 37,226. Маңнан деген сөз қалып қойып жатыр балалар, солай ма? Қатеміз? Ал оны шатастырмай айтармыз. Дұрыс. Келесін кім оқиды отыра ғой? Келесін Кәусар. 0,167, үлкен 0,167. Дұрыс, солай ма? Дұрыс қой. Келесі. Кім айтармыз? Кім айтар? Ислам айта қойы. 3,167 кіші 3,100. Дұрыс. Өте жақсы. Одан кейінгі кім айын айтармыз? 0,7, үлкен 0,1. Өте жақсы. Жақсы балалар. Енді оқушылар біздер мына өткен сабағымызды қайталап болдық. Енді қазіргі сіздердің тапсырмаларын 3 топ болып отырсыңдар. Енді сол 3 топ бойынша осы 10 бөлшектерге берілген тапсырма бар сіздерге арналған. Мына бірінші қатарда сіздер бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Топ басшылары сіздер мына жерден келіп тапсырмаларын ала қойыңыздар. Топ басшылары келе қойыңыздар. Енді балалар отырамыз, мына бергенге қарап, не істеу керек екенін оқимыз, алдарында да бар, сол бойынша сендер тапсырманы орындайсыңдар. Бірігіп, қандай сұрақтар тұр, қараңдар. Топтардың астында жазып қойыңдар, топты қай топ екендерін жазып қойыңдар. Басына жазамын топтарды. Балалар бірінші тапсырмадан бастап орындаймыз. Топтық тапсырмада өзі 4 тапсырма берілген. Болғаннан кейін балалар қол көтеріп, сол тапсырмаларында тақтаға шығып қорғайсыңдар. Алдайсы балалар, қай топ жұмысын болды? Жақсы, бәріне болып отыр екенсіңдер, бірінші топ тақтаға шығып қорғай қойыңыздар жұмыстарыңызды. Қандай сандар берілді сіздерге? Қандай сандар берілді? Бізге 2,43, 2,143 және 2,1 және 2,15 сандар берілді. Оны қайда кескіздік? Одан кескіндегі. Одан кейінгі тапсырмаларын тапсырманы. Осы бөлшектерді қос тегістер арқылы салыстыру, иә? Сонда оқи ғой, салыстырмада қалай салыстырыңдар? 2,1'de 0 кіші 2,143. Иә, ол кіші 2,143 кіші 2,15. жақсы жарайды. Енді келесі тапсырмаларын Келесі берген бөлшектерге не істеу? Тең бөлшек жазу. Жақсы балалар көріп отырмыз, иә, оны. Ал енді төртінші тапсырмаларын ең үлкен 14 бөлшек 6,5420. ең үлкен бөлшек 6,5420. Солай ма балалар? Қалай болады? 6542 бүтін оннан бір болу керек екен. Ал ең кіші ондық бөлшектерін 2456. Құттайды, жақсы. Жарайды, келесі оқушылар, келесі топтар келе қояйық. Келеге берген қандай сандар? Сәуледе кескіндеу керек, қай сандарды?
söyledi keskin degендері. Осылай keskin келеді екен. Енді салыстырғанда Ауыстырғанда бір-бірден 62, бір-бірден үлкен, бірақ бір-бірден кіші. Жақсы. Қос теңдік арқылы салыстырдыңдар, иә? Енді үшінші ондық бөлшекке тең бөлшектер жатады. иә. Бір тең бір-бірден оннан бөлінген, бір тең жүзден бөлінген. Жүзден нөлден. Енді бір-бірден жүзден 62 тең, бір-бірден мыңнан 620 тең, бір-бірден 10.000-нан 6.200. 6.200. Жарайды, жақсы. Енді бір-бірден бір-бірден мыңнан 700 тең, бір-бірден 10.000-нан 700. 7.000. Жарайды, жақсы. Енді төртінші тапсырмаларын қай сандардан не қарастыру? Ол қайсы екен? Ең үлкен ондық бөлшек 765,4. Ең кіші ондық бөлшек 4,5,679. Жарайды, жақсы. Оқушылар, жақсы. Келесі топ келе қояйық. Қандай сандар берілген? Берілген онда бөлшектерде координаталық сөйлеуде көрсетілген екінші тапсырма. Берілген онда бөлшектерді қос теңдік арқылы салыстыр. 2,18 кіші 3,0 оннан 0 кіші 3,4 үлкен. Енді үшінші тапсырмалар. Үшінші тапсырма берілген онда бөлшекке тең бөлшектерді жазылды. Берілген цифрларда ең үлкен ондық бөлшек және ең кіші ондық бөлшек қарастырылды. Ең үлкені 8432,10 ал ең кішісі 1,2348. Разряд бірлігі қалай? 10.000-нан? Разряд бірлігі 10.2348. Ал енді оқушылар үш топта өзінің жұмысын қорғады. Енді әр топ бірін-бірін бағаласын. Бірінші топ сендер екінші топты бағалаңыздар. Айта ғой. Екінші топ өте керемет жақсы орындап шықты. Маған ұнады қатты. Бәрі түсінікті де. Жақсы. Келесі екінші топ, үшінші топты. Айта ғой. Бірін басқын түсіре ғой. Жақсы. Келесі үшінші топ, екінші топты. Екінші топ Бірінші топты бағаласын. Бірінші топ өте жақсы шығарған, барлық түсінікті, белгілі болып көрініп тұр. Ашық түсті маркерлермен шығарған екен, өте жақсы, таза. Жақсы отырады. Оқушылар, енді топтық тапсырмаңызды бәрі жақсы орындадыңыздар. Енді қазір орындайтындарың өз беттерімен орындайтын тапсырма. Мына экранда тұр тапсырма. Бүгінгі күннің жадын жазып, осы тапсырманы дәптерге орындайсыңдар. Жақсылап оқимыз оқушылар. Қандай тапсырма беріліп тұр, не табу керек? Оқушылар, тапсырма орындап болсақ, тексере қояйық. Кім жауабын айтады? Каусар. Жетіден үлкен сандар 7,2, 7,3, 7,5, 8,199. Жақсыма балалар бәрі айтылды ма? Айтылмай қалғаны бар ма? Қай санға алып қой?
кіші де болу керек деп тұр. Демек, Каусардың айтқаны дұрыс. Әлия қаппағансар бар ма? 7,82 дейін бір сан қаппаған екен. Жарайды, жақсы отыра ғой. Екіншісі бойынша кім айтады? Толық айтамыз. Тұра ғой, Ернұр. 0,10-нан тоғыздан үлкен, бірақ бірден кіші болып тұрғанда 0,93, 0,98. Жарайды, жақсы, дұрыс, отыра ғой. Қап қойған сан жоқ қой, оқушылар? Бәрі айтылды. Жарайды, енді оқушылар біздер сабағымызды қорытындылаймыз. Міне, ең соңғы бүгінгі сабақ бойынша өздеріңіздің сабақ қалай түсінікті болды ма, немесе әдеде болса да түсінбейтін жерлері бар ма, сол турасында сіздер мына стикерге өздеріңнің ойларыңызды жазып, соны тақтаға тапсырамыз. Болғандарыңыз бар ма? Қарай. Оқушылар, бүгінгі сабақта өздерінің білімдеріңізді көрсеттіңіздер. Көптеген оқушылар жақсы жауап берді. Енді біздер үйге тапсырма жазып ала қойыңыздар. 777-ші тапсырма. 777-ші тапсырма. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.